Armısına bağlar. Bakımız әліпбе құрастырамыз. Қазақша, Қазақша әліпбе. Ең бірінші алфавиттің басы А. Ой, дұрыс айтады. Аққу. 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 Қазір бізге төре А деген алфавитті жасайды. Ой, молодец, менің қызым. Отыра ғой. Міне А деген алфавит. А деген алфавит осылай жасалады екен, балалар. А алфавиті. Енді Б деген алфавит. Ендігі әріп екен ғой, әрпін. Әрпін өтеміз. Ә деген әріп істейміз. Көре? Әтеш. Әткеншек. Ә деген әріп. Айша, әдіш? Ой, бәрекелді менің қызым. Ә деген осылай екен. Ой, жарайсың. Енді қандай алфавит? Б. Б деген алфавит жазамыз. Аны өшіреміз. Өшіреміз мынаны. Айша жаза ала ма екен? Көрейік. Айша үйреніп жүр жазып, қане Б істейміз төре. Б деген әріпті жасаймыз. Ой, бәрекелді. Мәссаған, күшті сурет салды Айша, Айша күшті сурет салыпты. Б деген әріп, міне. Б деген балапан, балмұздақ, баскетбол деген. Енді қандай әріп бар? Бұдан кейін В. В де Айша. Ай, бәрекелді. Енді алауыз қызыл. Әлі түрлі түстілерден алып, В деген әріпті жасап көрсетші қалай жасалатын. Төбесіне тіке. Бұл 8 болып бітеді, бұлайна. Ыңғайлысы бүйтіп істейге, жартылай. В деген әріп, В. Вагон. Вагон дейді. Келесі қандай әріп? Молодец менің қызым. Г. Гүл. Гүлі біз Гүл. асып қызыл естіміз. Қане? Ой, бәрекелді. Гүл. Г. Г әрпі, Одан кейін қандай әріп? Г. Г. Ғарышкер. Бесепті бұра ортасыны сызықсын. Дұрыс айтасың. Ол ғарышкер. Ғарыш, ғаламтор деген мағынада, Г. Г әрпі. Мәссамыне. Балалар көрінді ме? Г әрпі қалай болатын? Қалай жазылатын? Бәрекелді. Келесі. Д. Д. Доп. Домбыра, Молодец. Жарайсың. Менің қызым молодец. Қанша жаза ғой сен? Ой, бәрекелді. Бұл қандай? Бұл А деген әріп шығып кетеді, бұдан Д дегенді бұлай келтіреміз. Шамалы ұзынырақ қылып, нақты көріну үшін. Д. Бұдан кейін қандай әріп? Содан кейін Е. Е. Е деген әріп, Е деген әріп жасап көрсетейік. Қалай жасалынады екен Е деген әріп? Ой, бәрекелді. Е деген әріп осылай жасалады. Жарайсың.
Yo. Yo. Yo'da dәл солай жасалады ғой. Тек үстінде нүктелері бар, иә? Одан өтіп кетейік. Одан кейінгісі ж. 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 Жан. Ж деген әріп, иә? Ой, бәрекелді. Ж әрпі. Ж. Ж. Бәрекелді. Ждан кейін з. Ол л деген әріп, иә, Айша, иә? Лақ дегенден келеді. Есепті, бірақ мына Иә, дұрыс айтасың. Е сияқты, бірақ керісінше қарай з. Одан кейін и деген әріп жасаймыз енді. И деген әріпті. И деген әріп жасаймыз. Дұрыс. Дұрыс. Ұзын болып кетеді одан. Жөнен қой. Аха. И. Иден кейінгі қысқа и бар, е? Оны бұлай келтірейік. Одан кейін қандай әріп? К. К деген әріп жасаймыз. К. Оны сары мен. К де. К. Молодец, менің қызым. К деген әріпті айтып отыр. Дәл өзі көбелек тұрған К деген әріп сол. Жарайсың, менің қызым. Әкел, жазатынды әкел, жазайық маған. К деген әріпті қалай жазатын жазып жіберейік, е? К. О, міне, К деген осылай жазылады екен. К деген көбелек. Е, көбелек. Одан кейін Қысқа и. Қ. Қ. Қ деген әріп жазамыз. Қ. Қарбыз. Қарбыз. Бүйтіп салу. Өте дұрыс айтасың. Аяғында аяғы бар, е? К-нің аяғы бар, ол Қ болады. Л. Л деген әріп жазамыз. Л. Л. Деген бұлай жазылады. Л деген әріп. Л деген әріп. Л. Ой, бәрекелді. Енді одан кейін қандай әріп? М. Ой, жарайсың. Менің қызым ақылды. Міне, ма деген. Мадан кейін қандай әріп? Н. Нан деген, е? Нан деген сөз келеді, е? У. Аң. Аң дейді. Аха. Нөң деген сияқты. Одан кейін қандай әріп? О. Нөл сияқты, е? О дегеніміз кәдімгі дөңгелек есебіне келеді. Үлкен о, кішкентай о. Одан кейін Ө. Ө деген әріп бұлай шығады. Ө. П. Парта, парақ, планета деген сөздер П-дан басталады, е? Молодец, міне төре жылдам тауып отыр. Келесі Р-ны істейміз енді. Р-ны істе. Жазылуы осылай жазылады. Кішісі бұлай жазылады. Р әрпі. Аха. Жазадың ба? Ой, молодец. С. Сағат. Үлкен С. Кішкентай С. Сағат. Молодец, менің балам. Т. Қалай жасалады? Жарайсың. Т-дан кейін қандай әріп?
Бұдан кейін қандай әріп? У. Молодец. У деген әріпті істеп бер. У деген әріпті. Ой, молодец. Удан кейін О деген әріп бар екен, ұшақ. Ұшақтың әріпін жасап бер. О, ұшақ. Ой, бәрекелді. О деген әріп, енді одан кейін Ö деген әріп. П. П. Міне осылай жасалады екен. Оны былайнан да істеуге болады, өне. Мана былай істеуге де болады. Көрдің бе? Осылай. Шық тараппен өне шығаруға болады. Ф. Ал фотоаппарат дегенді істе. Ф. Ф. Фотоаппарат. Ф. Ф. Сенікі жалпақ болып кетті. Көрдің бе? Оны былай істеу керек. Жалпақтықты керісінше жасау керек, былайына бір. Көрдің бе? Міне, 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 міне. Ф. Ф-дан кейін қандай әріп? Х. Х. Хат деген, Х-ны істейміз. Аха. Соны жасап жатыр, қызым. Хат. Молодец. Не екеуін алып тастаймыз, сол кезде Х шығады. Х-дан кейін Х. Қаһарман. Қаһарман. Ой, бәрекелді. Керісінше болады. Былай тұрады. Көрдің бе? Енді Ц. Циркуль. Ц. Айша айт. Ц деш. Молодец. Ц. Аяғы бар, Ой, бәрекелді. Ч. Чемодан. 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 Одан кейін? Ш. Ш. Қаны жасайғы Ш-ны. Көрейік. Айша, Ш қай жерде? Ш. Ең астында. Ш оңай. Ш-дан кейін? Ч. Ч. Щетка. Аяғы бар, Ш осылай болады екен. Одан кейін? Айыру белгісі. Қан жасап көрейік. Қалай жасалатын. Бір таяқ керек емес бұл жерде. Мына таяқты алып тастаймыз. Көрдің бе? Содан кейін айыру белгісінен кейін А. Адан қандай дыбыс келеді? Ыдыс. Ыдыс. Молодец. Ыдыс аяқ. Арас деген сөздер келеді. Ірімшік. Отыр қой. Молодец. Ірімшік. Одан кейін қандай? Жіңішке белгісі. Қана жасайды жіңішке белгісін. Твердый знак, мягкий знак дейді орысшада, Бәрекелді. Одан кейін Эден экскаватор деген, элеватор, экскаватор. Дұрыс дедің. Молодец. Зыға ұқсайды, кемінде. Ю. 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 Юді жасап бер. Ол ю, Ю әрпі, Бәрекелді. Ендігі соңғы әріп, Қазақ тілінде 42 әріп бар, Соның ең соңғысы, Қазір яны жасап көрсетеді. Ой, бәрекелді, не деген жылдамдық. Міне осымен қазақ тілінің алфавиттері бітеді. Төре сіздерге арнайы палчика, санау палчикаларымен тақтайшаларымен мынандай пластмастармен сіздерге құрастырып берді. Ал балалар, сау болыңдар. Алфавит
Çattap jünler.